Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 4 сынып 81 сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ. Мен не үйрендім дейді. Енді балалар бірінші бізге кесте беріліпті, соған қарайық. Кестедегі суреттер мен сөздер арқылы мәтіннің тақырыбы мен мазмұнын болжап көр, ойыңды дәлелде дейді. Суретке қарайық балалар. Бүгін күн ұясына қызарып батса, ертең күн ашық болады дейді. Мәтінге біз ауа райы деп тақырып қойсақ болады. Енді берілген суреттерге қарайтын болсақ, мәтін ауа райын болжау туралы болғанын көреміз. Себебі суреттегіде егер күн қызарып қызыл шапаққа оранып батса, ертең күн ыстық болады деген сөз. Енді ары қарай екінші тапсырманы қарайық. Мәтінді оқы. Кешкілік Әли мен Сәрсен қозыларына шөп әкеле жатты. Ертең күн ашық болады, деді Әли. Оны қайдан білдің? Деп таңданды Сәрсен. Күн ұясына қызарып батты ғой. Күн ұясына қызарып батса, ертеңіне күн ашық әрі жылы болады деп үйреткен атам, деді. Енді балалар мәтінге ат қой дейді және мәтіннен атау септігіндегі сөздерді тауып септеп жаз дейді. Біз мәтіннің тақырыбын ауа райы немесе ауа райы болжамы деп ат қойсақ болады. Енді бізге берілген осы жердегі атау септігіндегі сөздер, олар Әли, Сәрсен, шөп, күн және атам. Осы сөздерді балалар септеп жазайық. Енді ілік септігінде Әлидің, Сәрсеннің, шөптің, күннің, атамның. Барыс септігі Әлиге, Сәрсенге, шөпке, күнге, атама. Табыс септігі Әлиді, Сәрсенді, шөпті, күнді, атамды. Жатыс септігі Әлиде, Сәрсенде, шөпте, күнде, атамда. Шығыс септігі Әлиден, Сәрсеннен, шөптен, күннен, атамнан. Көмектес септігі Әлимен, Сәрсенмен, шөппен, күнмен, атаммен болады. Тура осылай қып жазамыз балалар. Енді үшінші тапсырмаға қарайық. Суретке қара, ақпаратты қолданып, қандай ауа райында сабақ болмайтынын хабарла дейді. Қандай ауа райында сабақ болмайды? Ауаның температурасы -25, -29 және одан төмен болғанда. Желдің жылдамдығы 2-4 метр секундына болғанда. 0 және 4 сыныптарда сабақ болмайды дейді. Хабарлап айту барысында мыналарды ескер. Бірінші, қаратпа сөзді қолдан. Екінші, мәнерлі айтуға жаттық. Үшінші, порталасыңа ақпаратты айт. Дайындаған хабарламаңды қатесіз жаз, септік жалғауында тұрған сөздерді анықтап және оның астын сыз дейді. Құрметті бастауыш сынып оқушылары, 9 және 14 қаңтар аралығында ауа райының күрт төмендеуіне және ауа температурасының -29 градус болуына байланысты сабақ болмайды. Желдің жылдамдығы 4 метр секундына болғандықтан қатты жел тұрады деген болжам бар. Төртінші тапсырмада көп нүктенің орнына Марат сөзін тиісті септікке қойып оқы дейді. Атау септігі. Барлығыңа үлгі болар қарақтар, байсалды да, ақылды да Марат бар. Ілік септігі. Жеке басым ең алдымен Мараттың жасы үлкенді сыйлағанын жараттым. Одан кейін бар септігі. Сенбейсің бе, күнделікті парақта талай бестік қойылыпты Маратқа. Табыс септігі. Батыл емес дей алмайсың Маратты, сол үйретті ауылдағы баратты. Жат септігі. Алғыссыз күн болған емес Маратта, жетеді оғында ынта жігер талапта. Шығыс септігі. Қай өнерде табылады Мараттан ән салғанда жұрт аузына қаратқан. Көмектес септігі. Міне сондай жақсы бала Маратпен дос бола алмай жүргендер бар әттең дейді. Қадыр Мырза Әлидің. Енді балалар, бізге Марат қандай оқушы деген сұраққа жауапты өлең тармақтарын іздеп көр дейді. Марат үлгілі оқушы. Ең бастысы үлкенді сыйлай біледі, сабақты беске оқиды, өнерлі әрі талапты. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.